Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Ұл қызымды енем сияқты тәрбиелегім келеді. Менің бұл хатымды тыңдаған көпшілік жағымпаздық деп ойлауы да мүмкін. Кейбіреулері тіпті енесінің көңілінен шығу үшін арнайы жазған деп айтатынын да білемін. Бірақ қандай мақсатпен жазғанымды түсінетіндер де болатынына сенемін. Менің айтқым келгені, разы болуымның себебі енемнің 3 ұл мен 2 қызының тәрбиесіне ерекше қарағандығы. Өзі жастай жесір қалса да, ұл қызын керемет тәрбиелеп, әкесінің орнын мүлде жоқтатпаған жан. Оны әрине мен келін болып түсе салысымен емес, енеммен бірге тұрған осынау 7 жылдың ішінде көзім жетіп біліп отырмын. Рас, басында енемнің қаталдығын да, ұрысын да көрдім, естідім. Жылаған сәттерім де болды. Тіпті бөлек шығып кеткім келген кездер де кездесті. Күйеуіме жылап шағымдандым да. Соның барлығын қазір ойлап отырсам, таза ақымақтық болған екен. Ақылы бар келін менің енем сияқты жаннан бөлек тұрмаса керекті. Тіпті бөлек шығамын дегенді аузына да алмауы тиіс. Отбасының табалдырығын аттаған соң, сол шаңырақтың өткені мен кеткеніне уақыт өткен сайын қаныға түседі емессің бе? Ұстаз болып қызмет еткен енем, атамыз қайтыс болғанда 6 ай қатты ауырыпты. Оны өліп қалады деп ойлағанбыз. Құр сүйегі қалып әбден азып тозып кетіп еді. Соңында төсек тартып жатқанда қайғыны көтере алмады. Балаларын қайтер екенбіз деп ең жаман жағдайға да дайындалғанбыз. Бірақ ол белін көтеріп, балалары үшін өмірді қайта жалғастырды. Оның жасағанын 4 құбыламыз түгел біз жасай алмағанбыз деседі абысындарым. Бірнеше рет ренжісіп қалғанымда, біле білсең осындай енені әлемнен іздеп таппассың деп басу айтатын. Расында енемнің жақсылықтарын кейіннен білген жоқпын ба? 4 құбылам сай болып, төркінімнің жағдайы тіреп тұрғанда, жесір әйелді менсінбегендей болған екенмін. Анам қайтыс болған соң бәрін де түсіндім. Алла тағала есірген пендесін солай болса да сабасына түсіріп, тәубесіне келтіреді екен ғой. Бұрын анам марқұм менің сөзімді тыңдап отырып, ойпырмай енең өте жақсы кісі, саған неге жақпай қойды? Сен де ене боларсың, оптығыңды басып ақылға келсеңші деп, ренжіп барғанымда қайтарып жіберуші еді. Сонда анама да ренжитін едім. Анам кеткелі ойсыраған орнын тек енем ғана басты. Жабырқаған сәтте, жалғызсырап анамды аңсағанда, енем ғана менің көңілімді тауып ойымды оқи білді. Сынған көңілімді түзетуге тырысты. Барынша маған тіреу болуға тырысып бақты. Маған мейірімін төккені сонша, анамның жылы өткенше мені үйде жалғыз қалдырған емес. Тіпті қонаққа да бармай, менің қасымнан табылатын. Күйеуім аз кем ашуға берілгендей болса, тыйып тастайтын. Негізі, енем еркектің әйелге қол көтермек түгілі қатты сөйлегенін қаламайтын адам. Еркектің езі ғана әйелімен салғаласып ұрсады дейтін. Біз сөзге келіп қалсақ. Сосын маған қарап, күйеуіңмен салғаласқанда бірдеңе шығады дейсің бе, алдап жіберсейші дейтін. Уақыт өткен сайын мен енемнің жақсылығын біліп, оның шынайы ниетін түсіне бердім. Көзімді жастықтың шелі басқан ба, әлде есімнің әлі кірмегендігі ме екен? Әйтеуір, енеммен бірге тұрған уақыт артқан сайын, ондай жанның өмірде аз кездесетіндігіне көзім жете түсті. Көп жағдайды айтпай-ақ, оның балаларының тәрбиеленуінің өзі де өзгелерге ұқсамайды. Сонысына қарап-ақ, мен енемнен үйренетін нәрсенің көп екенін түсіне бастадым. Ең бірінші айтарым, енемнің ұлдарын тәрбиелеудегі мықтылығы. Әке орнын жоқтатпай, оларға әкенің берер тәрбие тәлімнің барлығын үйрете білген. Күйеуімнің айтуынша, тіпті мал союды, етті бөлшектеп, шалғымен шөп оруды, сол сияқты еркектің шаруасының барлығында анасы үйреткен екен. Қойды көршіге бауыздатып алатын, сондайда мені қасына тұрғызып қоятын. Үйрен, әкесі жоқ дегізбе, осы үйдің азаматы сенсің енді деп үнемі айтып отыратын. Сосын көршімнің өзім жайғастырып берейін, балаң әлі кішкентай ғой деген сөзіне қарамастан,
оны қайтарып жіберетін де, қойдың терісін қалай іреуді, қалай бөлшектеп, етті қалай осуды айтып тұрып үйрететін еді. Арасында қолыма пышақты ұстатып қойып өзі қарап тұратын. Сосын, мен әкеңнің орнына үйреттім, ал сен ана екі ініңе үйрететін боласың. Сенің ағалық парызың ол. Осы үйдің үлкен азаматы ретінде бауырларыңа жауаптысың деп жиі айтатын. Орақпен шөп оруды да үйреткен анам. Осылай дегенде күйеуімнің анасына деген разылықтан көзі жасаурағандай болатын еді. Айтқандай-ақ, енем ұл қыздарына өте жақсы тәрбие бере алған жан ғой. Қашанда аналарының қас-қабағына қарап, оны ренжітпеуге, айтқанын бірінші болып орындауға тырысады. Әдетте жұрт айтып жатады емес пе? Ұл деген кетеді, ертең бір әйел алып. Қайта қыз жақсы, ата-анасына жаны ашып жағдайын жасап тұрады деп. Жоқ, менің күйеуім жағында ондай жоқ. Керісінше, екі қызына қарағанда үш ұлы анасына әлде қайда жақын. Бір-бірінен өтіп, аналарына жақсылық жасауға жарысып жатқандары. Мереке сайын мені бала шағасын құттықтамаса да, күйеуім бірінші болып анасына сыйлық жасайды. Екі қайным да ағаларынан қалысқысы келмейді, сыйлықтарын алып жетеді. Рас, басында мені емес анасын артық көреді деп өкпелейтінмін күйеуіме. Ақымақтық қой, әйтпесе ана сыйлаған, сыйлай білген, қадірін түсінген жігітті құрметтеуім керек емес пе? Оны да енді түсінгенім. Анам қайтпаса, түсінбес пе едім, кім білсін. Енемнің тағы да бір даналығы, қыздарын емес, үш ұлын оқытып, өміріне қажетті мамандық әпергені. Мен келін болып түскенде, екі қайын сіңілімнің бірі енді мектеп бітірген, екіншісі әлі 8-ші сыныпта оқитын. Күйеуім университет бітірген, екі қайным студент болатын. Мама, оқуға түсе алмадым деп үлкен қайын сіңілім жылағанда. Биыл түспесең ендігі жылы түсерсің. Курс оқып жұмыс істе, болмаса күйеуге шығасың. Соған бола жылайсың ба? Қыз баланың оқуы міндетті емес. Күйеуіңнің жайын жасап, өмірге бала әкеліп, басты міндетіңді орындасаң да жетеді. Қажет болып жатса, керек деп тапса, күйеуің өзі-ақ оқытып алады деген еді. Ұлдарыңызды ақылы болса да оқыттыңыз, неге маған келгенде оқытқыңыз келмей отыр деп қайын сіңілім әжептәуір ренжіген. Сондағы енемнің айтқан сөзі есімнен әлі шыққан жоқ. Ұлдарымды оқытсам, олар ертең бір шаңырақтың пірі, отағасы болады. Сол мамандығы бойынша табыс тауып, бір отбасына асырайды. Оқымаса жүреді, әр істің басын бір шалып, табылған жұмысты істеп. Ер азаматтың ең болмағанда бір мамандығы болу керек. Ал әйел адамға жеңілдеу. Ол қанша дегенмен ер азаматына сүйенеді, сенері болады. Ал еркектің қолында бір кәсібі болмаса қиын. Жігері жасып отбасының алдында қадірсіз болуы мүмкін. Ағаларының сондай болғанын қалар ма едің? Сондықтан да қызым, ер азаматпен санаспа деген болатын. Рас қой, шынында қанша жігіттер, еркекпіз ғой, екі қолға бір жұмыс табылар деген ой жетелеп, кезінде оқымай, мамандық игермей қалып қойды. Ондайлардың бірнешеуінде танимын. Сол жігіттер қазір табылған жұмысты істеп, кейбірі отбасын асырауға шамасы жетпей, әйеліне сеніп өмір сүруде. Сондықтан да жүздері сынық, сенімділігі жоқтығы білініп тұрады басқалардың қасында. Арасында пысықтық жасап, кеште болса оқып, кәсіп меңгеріп шаруасын дөңгелетіп кеткендер де бар. Бірақ ондайлар аз. Қайын сіңлілерім де сол бойы оқымай қалып кеткен жоқ. Үлкені шаштараздың курсын оқып, өз алдына сұлулық салонын ашып алды. Кіші қайын сіңлім оқуға өз күшімен түсіп кетті. Қазір екеуінің де отбасы, бала шағасы бар. Енемнің тағы бір тәрбиесі, екі қызын жылына бір-ақ рет үйіне келтіреді. Келсе де көп жатқызбайды. Жиендердің сыбағасын салып беріп, өздеріне деген сыйын жасайды. Қане, бір үйдің келінісіңдер, келін деген көп жатпайды төркінінде. Аман есендіктеріңді білдік, біз де жақсымыз деп шығарып салады. Өзі де қыздарының үйіне барып жатқан емес. Сондай сәттерін марқұм анама ұқсатамын да жақсы көріп кетем. Енем, еншілеріңді берейін дегенде, күйеуімнен бұрын өзім қарсы болдым.
Бұрын кетейікші деп қиғылық салатын мені күйеуімнің өзі де түсінбей таңданып қалды. Үйретері көп, кеудесі қазынаға толы, айтары мол, енемнен қалайша қол үзіп қалмақпын. Оның үстіне осыншама жыл бірге тұрып үйренген маған енді бөлек тұру қиынның қиыны сияқты. Енемнен әлі де үйренерім өте көп. Ертеңгі күні мен де балаларыма өзімді енем сияқты сыйлата алсам қанекей. Сондай қадірлі де асыл ана болу үшін мен енемнен әлі көп тәлім алуым қажет. Иә, мен ұл қыздарымды енем сияқты тәрбиелегім келеді. Немерелерінің де әжесінен тәрбие алғанын қалаймын. Сондықтан да енемнен бөлек шыққым келмейді. Шықпаймын да. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің тыңдарманым. Осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.